УЗИ балаға зиян ба? Яғни жүкті әйелдің ішіндегі балаға зиян ба, құрсақтағы балаға? УЗИ зиян емес. Мен барлық интернеттен бүкіл ғылыми зерттеулер, ақпараттық құралдардың бәрін қарап шыққан кезде УЗИдің зиян туралы ешқандай доклад, ешқандай нәрсе таппадым. Негізінде жүкті кезінде арнайы скрининг бар, бірінші екінші скринингтан өту керек. Егер бір қандай да бір ақаулар, астыныстар болатын болса, гинеколог кеңес береді, келіп оғанда түсіп кетесіздер. Бірақ УЗИді жаңағы шоу ретінде немесе бір тек қана жынысын білу үшін да мерзімсіз қалаған кезінде, немесе бұлай ұйықтадым, бұлай жолда жүрдім деп просто қайта-қайта келіп түсудің қажеті жоқ, оны зиян деп айтуға болады. УЗИді негізінде біз бір сағаттың ішінде бір 5-6-7 әйелдерге дейін қарап тастаймыз. Егер мынау негізінде УЗИ мынау сәуле мынау тінге өту арқылы, тінге жылу барады, сол арқылы осындай экраннан бізге кескін шығады. Біз бір жерде ұстап, бір 40 минут, 50 минут, 60 минут осылай ұстап отыратын болсақ, әрине ол тінге, іштегі құрсақтағы балаға зиян. Ал бұлайша біздің қазіргі қарап жатқан аппараттарымыздың жиілігі өте жоғары, сондықтан ультрадыбысты зерттеу балаға ешқандай зияндығын тигізбейді.